Ұнап жатыр ма Камбоджа? Алғаш келіп жатсыз ғой. Камбоджа туристер келу жағынан дамымаған әлі. Мынау Таиланд, Вьетнам халқы сияқты. Бір 5 жылдың көлемінде бұл жерде Құдай қаласа керемет жер болады. Бірақ енді Таиландқа қарағанда қатты ыстық емес екен мына жақта. Қатты ыстық емес шынымен. Барқыт не екен. Алдағы қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар көп. Ол қазір жоспарымды айтсам, ол Құдайдан ұят болады. Құдайдың қалауымен болады. Пойыздың ішінде бір ана ағалар әңгіме айтып отырады ғой. Иә. Сондай бағдарлама ғой ол. Тура емін-еркін бұл. Бұл бізде шектеу жоқ, шекара жоқ. Білгеніңізді айта берсеңіз болады. Бізбен бірге білген боғыңды ез деген бағдарлама. Бізбен бірге ез. Боғынды ез, смелый деген сөз. Әлі қанша уақыт жүреді екенбіз тәке? Біз енді білмеймін. Құралай шынымен де жүруге берді ау. Басқа не айтамын? Күшті екен. Негізі кетіп жатыр. Қаланың акустикасы нашар екен. Жаңғырық десе. Жаңғырық. Негізі қанеке ойлаңызшы. Әлемдегі бүткіл музыканы алып тастайды да, бірақ сіз үшін бір музыка қалдырады. Ол қандай музыка? Тек мен үшін бір музыка қалу керек па? Иә. Мен енді бір патриоттыққа салынып біздің әнұран қалсын деп айтуым мүмкін. Аха. Былай, білмеймін ал мен тіпті. Передай привет қоя. Жоқ, мен оны мен ана өзі қалай жаңа искусственный дыхание ма қалай? Искусственный интеллект дыхание. Искусственный интеллектпен жасаған ғой, мен әнге қатты неғылмаймын, бірақ жақсы ән тыңдаймын. Мына ән қалсын деп айта алмаймын, өйткені қазір болмайды ғой. Әнұран деп қалдырсақ. Сөйтіп шешекші, бір Қазақстанның ғана әнұраны ғана қалады. Қалған әнұран әлемде ешқандай ән жоқ әлемде. Олимпиаданың да ашылуы сонымен, бүкіл тойда да сол қосылып тұра ма? Сонда білмеймін, сіз бір билейтін ән қалдырайық. Қандай? Жәмила қызым, Жәмиланы қалдырайық. Кетіп жатыр осы жерде. Шыққалы вода болып келе жатыр интервью. Вода болып келе жатыр. Енді пока енді ректер бар арасында. Қиып монтаждан ұрамыз біздер. Өзіңіз жеке ойыңызды айта беріңіз. Маған сұрақ қойсаңыз болады. Үстін тақап тастау мүмкін емес қой, я. Тақап тастау? Жартап ше. Жаңа аяқ астынан ауырып қалдым, білесіңдер ма? Не себептен? 22 минут ауырып тұрдым. Әңгімемен 6 кофе ішкенмін ғой. 6 Көп кофе ішіп қойыппын жаңа. Капучино ішу оңай емес. Қандай кемді шығып кетсе деп 6 кофе ішіп қойдым. Сосын туын байқадыңыз ба? Туының ортасында бір бәле тұр. Ескерткіш па, не здание екен? Бұл корольдің сарайы сияқты менің ойымша. Мына мемлекеттік патша басқарады ғой, президенті патша ғой.